Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынау қызанақтың науқанында, бұрыштың науқанында оп-оңай жасалатын томаттың түрін қыстың күні саласыз қою тамақ болсын, сұйық тамақ болсын, қараңыз қандай керемет мұздатқышта сақтайсыз. Осы тәсілді көрсеткен бар. Сіздермен біз қазір осыны жасап көрейік. Бұл тағамды жасау үшін біз 3 килодай қызанақ алдық, 1 кило бұрыш алдық. Қазір бәрін турауымыз керек. Міне қызанақты да, бұрышты да турап қойдық. Міне ет тартқыштан өткізіп жатырмыз. Міне қазанға да келдік. Қазір қайнап шыққасын 20 минут астын қозғап қайнатып тұру керек. Міне 20 минут болды қайнап атқанына, енді астын өшіріп суығанын күтеміз. Міне қараңыз, сәл суыды. Енді үстіндегі мынау сұйықтық бізге керек жоқ. Сұйықтықты біріндеп алу керек. Томатымыз қойылғаны үшін осындай сұйықтықты алып отырмыз. Мынау 2 литр қызанақтың шырыны шықты. Мынау бізге қалған қоюы. Осы қоюы керек бізге. Қоюын мынау кекіс жасайтын ыдысымыз бар еді, соған салып қазір әдемілеп морозильникке саламыз. Сонда қыстың күні кез келген тамағыңызға, қою тамағыңызға болсын, сұйық тамағыңызға болсын, бір салатын керемет тағам болады. Томаттың 250 граммы 550 теңге деп тұр бүгін. Оның орнына міне қараңыз, оп-оңай 3 кило қызанақпен 1 кило бұрыштан керемет өзіңізге томат жасап аласыз. Міне осылай жасай беріңіз. Міне ең соңында мынандай керемет кішкентай томаттар болады. Сосын жаңа мұздатқышыңызда тұрады. Пакетке салып қоясыз. Сосын кейін бұл кез келген қою тамақ болсын, сұйық тамақ болсын, қыстың күні саласыз. Томат іздемейсіз дүкеннен. Сондай керемет тәсіл. Енді осы тәсілді де көріңіздер. Бұдан да күшті қылып сіздер томатты қатырып жүрген шығарсыздар мұздатқышта. Мен оны білемін, бірақ осы әдісті де көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздер қалай қатырып жүрсіздер, соны мен білгім келеді. Астарыңыз дәмді болсын.